Саламатсыздар ма? Мен Исен Өтеген Ихсанұлы, Қазақстан тарихы кафедрасының доценті. Бүгінгі біздің тарихты оқыту әдістемесі пәні бойынша лекциямыз Қазақстан тарихы мен қазақ әдебиеті пәнінің байланыстырып оқытудағы жетілдіру жолдарының әдістемелік жолдары, яғни қазақ тарихы менен қазақ әдебиеті пәнін кіріктіріп оқыту пәндерінің оқыту жолдарының әдістемесі. Жоспарлап отырғанымыз тарих сабағында көркем әдебиеттерді пайдалану, көркем шығармашылық арқылы сабақ үстінде оқушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру мәселелерін қарастырамыз. Осыған байланысты оқушыларды кітап оқуға құмарлығын арттырудың бір тәсілін пайдалану, яғни оқушылардың бойында сабақ барысында тарихи және көркем әдебиетті пайдалану қызығушылық дағдысын қалыптастыруымыз керек. Жалпы осыдан келіп туындайтын мәселе Қазақстан тарих сабағында көркем әдебиетті пайдалану оқулық зәрулігінің орнын толтыруда тарихи әдебиетті пайдаланудың мәні зор. Егер шындықты мойындасақ, біздің тарихшыларымыз саясат, яғни немесе тарихын айтуда кеңестік кезеңде мүмкіндіктер болған жоқ. Осыған байланысты осы кеңестік кезеңдегі тарихты әдеби шығармаларда бейнелеген біздің роман жазған тарихшылар, тарихи роман жазған жазушылардың еңбектерін пайдалануымызға болады. Мысалға, бұл ретте жазушылар Ілияс Есенберлиннің Көшпенділер романын, Мұхтар Мағауиннің, Әбіш Кекілбаевтың, Қабдеш Жұмаділовтің, Жұртбайдың, Қойшығар Салғариннің, Ақселеу Сейдімбековтің белгілі осы жазушылардың шығармаларына атап өтуге болады. Яғни бұл осы біз атап өткен шығармалардағы негізгі басты мәселелер болып отырған бұл осы тарихи оқиғаларға байланысты туындаған жағдайлар. Қазақстан президенті Назарбаевтың тарих толқынында деген еңбегін Қазақстан тарихын оқытудың методикалық құралы деуге әбден болады. Жалпы бұл еңбектерде өткен тарихымыз жаңаша сипаттауды қалыптастырумен құнды. Тарих тақырыптар әдебиеттерде тарихи оқиғалардың нақтылығы болған және тағы басқа деректер дәл келе бермейтіндігін ескеріп, оқушыға өз бетімен оқуға ұсынылатын әдебиеттердің қысқаша мазмұны мен қай кезеңдегі тарихи оқиғалар мәніне қатыстылығы түсіндірілуі қажет. Олай болатын болса, біз осы тарихты оқытудағы, яғни әдістемелерді пайдалануымызда белгілі бір тарихи оқиғаларға байланысты әдебиеттерді пайдаланамыз. Мысалға алатын болсақ, бұл жерде тарихи әдебиеттерді пайдалануда тарихи деректердің жүйесін оқушылардың жас шамаларына қарай екшеген жөн. Екіншіден, осы орайда нақты тарихи жағдайды немесе тарихи тұлғаны басты нысан етіп алып жазыла бастаған шығармаларда баршылық. Үшіншіден, тарихи әдебиеттерді оқытуды тарих пәнінің оқытуда қосымша бөлімі көзі ретінде пайдаланғанда ғана оқушылардың ізденгіштігін арттырамыз. Пысықтау ретінде тарихи әдебиеттердегі оқиғаларды Қазақстан тарихының белгілі бір кезеңдерімен дәуірлерді теңестіре салыстыра білу, тарихи деректерді талдау, оларды қазіргі заманмен орайластыра алу машығын үйретеміз. Төртіншіден, тарихи тақырыптарды өзек еткен кітаптар көптеп жазылуда, алайда оның бәрін ретсіз пайдалана беру оқушы зердесін ауыр, әрі біздің әлеуметтік тарихымызда, мәдениетімізді тарихи ерекше ыждағаттылықты талап етеді. Олай болатын болса, біз осы жағдайда айтпағымыз, енді Қазақстан тарихын оқытудағы көркем шығарманы пайдаланудың маңызына нақтырақ тоқталсақ. Тарих сабағында көркем әдебиетті пайдалану бәрінен бұрын оқушының тарихи фактіні ойына ұзақ сақтауына әсер етеді. Өйткені тарихи қоғамдағы әлеуметтік топтардың қатынасқан нақты деректермен дәлелдесе, көркем шығарма сол фактілер бейнелі кескінімен келестетеді. Әдебиет сөзбен сурет салу емес, ендеше тарихи деректі оқушының жай өне бір өтіп кеткен іс оқиға факті ретінде емес, адам тағдыры, оның басынан кешкен сан қилы оқиғалары ретінде түсініп, оған тарихи мән бере тебірене қарауына ықпал туғызады. Мысалы, 19 ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы жұмысшылардың ауыр тұрмысын, орыс қазақ жұмысшыларының езушілерге қарсы күрестерін көрсетуде Ғабит Мүсіреповтің Оянға өлке романын мысалдар келтірген жөн. Әсіресе Оралдан азып тозып Қарағандыға қашқан жұмысшылардың аянышты халін
өндірістегі қазақ жұмысшыларының ауыр тұрмысын суреттеген тұстағы оқушының есінде тарихи оқиғаны мәңгілік бейнелеп тұрады. Яғни осы жерде айта кететін мәселе, оқушылардың өзіне ғана әдебиетті қалай пайдалануды тапсырма ретінде автор менен еңбектерді ғана айтып қою жеткіліксіз. Олардың дағдысын қалыптастыру үшін жаңа тақырыпты өткенімізде осы тақырыпқа байланысты, өтіліп жатқан тақырыпқа байланысты белгілі бір жазушының тарихи роман байланыстыру, содан бір белгілі бір мәтінді келтіру. Сол мәтінді келтіру арқылы сабақты түсіндіру барысында бір оқушыға немесе өзіміз сол тақырыптың мазмұнын ашатын, бейнелейтін шығарманың бір қысқаша мәтінін ғана баяндап оқып беруді сұрау оқушыда немесе өзіміз. Сонда ол оқушылар осы сабақты тыңдап отырып тарихи романдағы белгілі бір оқиғаны баяндайтын, суреттейтін, ащы шындықты тарихи оқиғаның кескін келбетін көрсететін мәтін баяндалғанда, суреттелгенде оқушылар сол кезеңде, сол оқиғаның ішінде жүргендей сезінеді. Сондықтан олардың біз осы сабақты оқудағы дағдысына, яғни қызығушылығын және әдеби шығармаларды оқуға ынтасын туғызамыз. Яғни олардың әдебиетті, көркем шығармаларды пайдалану дағдыларын қалыптастырамыз. Сонымен қатар олар осыған сүйіспеншілікпен іздену арқылы белгілі бір тарихи роман жазатын авторлардың аты жөнін және олардың еңбектерін оқиды. Сөйтіп олардың тарих сабағындағы әдебиетті, кірікті оқыту дағдысын ғана қалыптастырып қоймаймыз. Оларда белгілі бір тарихи роман жазатын, ел тарихын жазған көркем шығармалармен танысуға, белгілі бір жазушылар еңбектерімен сусындау дағдысын қалыптастырамыз және оларға қызығушылығын туғызамыз. Міне осы тұрғыдан алғанда осы кіріктіру сабағының маңызы зор. Мысалға 1920-30 жылдардағы кеңестік кезеңдегі ашаршылық тақырыбын өткенімізде белгілі тарихшы профессор Талас Омарбековтің «Зобалаң» кітабынан үзінді оқысақ, соларды біз ұсынсақ, және олардың сол тарихи шығармаларды, шежірелерді оқып келіп сабақ айту барысында сол еңбектерге жүгіну дағдысын үйретуіміз керек, және солар белгілі бір тақырыптарды баяндай отырып соларды айтқанда біз олардың баяндауын, олардың тақырыпты ашуының мазмұнының жоғары екендігін бағалай отырып оларға тоқталып өтетін болсақ, оқушылар өздерінің ізденістерін одан күшейтіп, өздерінің шығармашылық іздерінің дұрыс екенін, оның оң бағаланатынына көздері жеткеннен кейін оларда сондай іздену, шығармашылық іздену дағдылары қалыптасады. Сонымен қатар мынау көптеген шығармаларда бейнеленетін жағдайлар, сонымен қатар кейбір әдебиеттер тапшы бұл мектептерде, ауылдық жерлердегі мектептерде кітапхананың жұтаңдығы байқалатын болса, мынау әлеуметтік желідегі, интернеттегі шығармалардан түпнұсқасы бар әдебиеттердің электрондық шығармаларын, нұсқаларын пайдалануды үйретуіміз керек. Міне бір сөзбен айтқанда бізде осы тарихты оқытудағы әдебиеттерді, көркем шығармаларды кіріктіру, яғни тарихи романдарды және сонымен қатар белгілі бір романның авторларын айту, ұсынуымыз керек. Және тағы ескеретін жағдай, балалардың, яғни мектеп оқушыларының жас ерекшеліктеріне ескере отырып әдебиеттерді біз ұсынуымыз керек. Мысалға, Ұлы Отан соғысын өткенімізде Бауыржан Момышұлының өзінің жазған кітаптарын жоғары сыныптардың оқушыларына ұсынуымызға болады. Немесе төменгі класс оқушылар, төменгі сынып оқушыларына жай Ұлы Отан соғысы туралы жазылған бір журналдардағы повестік қысқаша шығармаларды ұсынуымыз керек. Себебі жас ерекшелігіне байланысты деп отырғанымыз үлкен кітаптар, көлемді еңбектер жас ерекшелігіне байланысты балдарды жалықтырады. Сондықтан біз осыны да ескеруіміз керек. Яғни жоғары сынып, төменгі сынып оқушыларына ұсынылатын жағдайларды
біздер ескерсек және сол дағдыларын қалыптастырсақ, біздің тарих сабағын оқытуымызда оқушылардың тарихи санасын қалыптастыру, олардың дүниетанымын қалыптастыру, олардың өмірге деген көзқалыптастарын қалыптастырудағы үлкен ізденістерге қол жеткіземіз. Қорыта айтқанда, мектепте оқушыларға тарих пәнін оқытуда мерзімдік баспасөздің ұғымды жағы мыналар. Яғни қазіргі өзгерістер заманында ғаламдастыру жағдайында ақпараттар ағыны күштеп, жаңа қоғамдық құбылыстардың жаппай ентелеп жатқан тұсында өз тарихымызды жедел оқып үйретуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар тарихи оқиғаларды осы кезеңмен тығыз байланыстыра қарауды жеңілдетеді. Баспасөз материалдары тәуелсіздік тынысымен үндес келіп, сабақтың өз мақсатына жетуіне, мұғалім еңбегіне жеңілдете түседі. Төртіншіден, қазіргі салауатты оқулықтар жоқ жарияланған жағдайда материалдардың эпизодтық сипаттама емес, көз жазбай қадағалап жүйелеп отырса, көптеген пайдалы қосымша мағлұматтар береді. Ал ұнамсыз тұсы баспасөз материалдарында тарихи деректіліктің жетіспеуі. Осы тұрғыдан келгенде ұстаз міндеті тарихи танымдық әдеби әсерлеушіліктерін айыра білу. Яғни жаңа айтып отқанымыздай кәсіби жағдайларда көркем шығармашылық арқылы сабақ үстінде оқушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру мәселелерін жаңа біз қысқаша тоқталдық. Көркем әдебиетті пайдалану оқушылардың тарихтан білімдігін тереңдетуге, адамгершілік қасиетін қалыптастыруға және ойлау қабілетін дамытуға көмектеседі. Мұндай жағдайда мұғалімнің әңгімесі, мұғалімдердің тәжірибесінің байқағанымыздай жаңа ерекшеліктері атап өтуімізге болады. Жалпы көркем әдебиет пен шығармаларды біз топтастыра аламыз. Яғни көркем әдебиетті шартты түрде үлкен екі топқа бөлуге болады. Ол оқу үйренуге байланысты әдебиеттердегі тарихи балетистика, тарихи білім көздері авторы жазылған оқиғаның тікелей қатысушылары немесе куәгері болған шығарма. Олар өткен күнді тануға көмектесетін дәуірдің өзіндік құжаттарын құрайды. Міне осындай ерекшеліктерге біз тоқталып өтеміз. Көркем шығармалар жұмыс істеу әдістері баяндалады осы лекциямызда. Жаңа біз осыларға қысқаша айтып кеттік. Мысалға мынандай кесте жасауымызға болады. Тақырыптың авторы Үркер романы, Әбілқайыр ханның Ресей патша үкіметіне қосылу саясаты, бұл жаңа Әбіш Кекілбаевтың шығармасындағы. Сонымен қатар Дарабоз Қабды Жұмаділовтің жоңғар басқыншыларына қарсы күресіне пайдалануға болады. Ілияс Есенберлиннің Қаһар патшалық Ресей патшалығына қарсы күресіне, Жанқожаның тақырыбын өткенімізде қоқандарға қарсы күреске, Шүкіровтің еңбегін, жаңа айтып кеттік, Оянған өлкеде Ғабит Мүсіреповтің еңбектерін пайдалануымызға болады. Бұның барлығы да жаңа біз айтып кеткендей көшпенділерді, жаңағы Әлімқұловтың Қара ой еңбектерін пайдалануымызға болады. Міне біз осы әдебиеттерді пайдалануға байланысты андатпа мыналар ескерілуі тиіс. Шығармада көрініс тапқан дәуір құбылыс, шығармада ең маңызды және жарқын оқиға, тарихи және типті кейіпкерлер, олардың арасында қарым-қатынас қайшылықтары, автордың суреттеген оқиға және кейіпкерлерге көзқарасы, кітап туралы жеке өз пікірі, сенің ойыңша кітаптың басты көркемдік құндылығы неде, оқырман шығармадан не біледі деген сияқты біз мәселелерге оқушылардың назарын аударуымызға тиіспіз және термин сөздердің мағыналарын ашуға көңіл бөлуіміз керек, басты назарда ұстауымыз керек. Яғни көркем шығармаларды пайдалануда біз жаңа айтып кеттік, қорыта айтқанда тек қана үлкен табанды іргелі еңбектер ғана емес, мынау мерзімдік басылымдардағы жазылған жарияланған қысқаша шығармалар, повестер, тақырыптық жас ерекшеліктеріне байланысты соларды екшеп, тарих сабағында берілетін тақырыптарға байланысты алдын ала ыңғайлап жоспарлау, бұл әрбір оқытушының, мұғалімнің, яғни сабағының сәтті өтуі үшін жасалынатын жағдайлар. Міне осымен біз тақырыбымызды аяқтаймыз. Лекция мәтіні толық берілген, біз қысқаша тоқталдық.